بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلم الوصول كتابا حافظ الحكمي كتابا жалғастырамыз. Және де біздер алдыңғы сабақта Аллах субханала ва тағала кейбір есімдерін шейх талқылаған еді. Сол есімдерді айтып кеттік. Бүгінгі келген есім және соны жалғастырамыз. Шейх рахимахуллаху тағала айтады: Ал-ахадул фардул қадирул азали, ас-самадул баррул мухейминул али. Улуа қахрин ва улуа шани, джалла анил аддади вал а'вани, каза лахул улу вал фауқия, аля ибадихи била кайфия. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. يعني айтады الأحد الفرد القدير الأزلي. Бұны алдық. Ахад есімін алдық, фард есімін алдық, қадир да айттық, азали да айттық. Ол есім емес екендігін. Ас-самад, аль-бар, аль-мухеймин және де Али. Бүгінгі есім Ал-Али есімі. Ал-Али есімі негізі бұл неден шыққан? Улу, жоғарыда, жоғарылықтан шыққан. Жоғары деген мағынаны білдіреді. Ал-Али, яғни жоғарыда дегенді білдіреді. Және де бұл нәрсе шейх айтады улуа қахрин ва улуа шани деп тұр. Яғни бүкіл нәрседен жоғары не нәрседе? Өзінің үстемділігінде, өзінің сұлтанында, және де өзінің билігінде, және де өзінің шарапаттылығында бүкіл нәрседен жоғары. Осыны қамтиды дейді. Жалла анил аддади вал а'вани деп тұр. Яғни бұл улудың мағынасы, яғни Алла субханала ва тағала бүкіл нәрседен өзінің ұлылығында жоғары екендігін, шарапаттылығында, пәктігінде бүкіл нәрседен жоғары екендігін, өзінің билігінде, өзінің сұлтанында түгел нәрседен жоғарыда екендігін мағынасы, алейхиссалам, не деген мағына екен? Жалла анил аддади вал а'вани. Бұл өзіне қарсы келетін және де өзіне көмекші ретінде алатын бір нәрселерден пәк дегенді білдіреді екен. Содан шейх дейді, бұл улудың бір түрі. Улу Али деген есімнің және де улу сипатының бір түрі. Келесі деп айтады: Каза лахул улу вал фауқия аля ибадихи била кайфия деп тұр. Және де улудың мағынасы не деп тұр? Лахул улу вал фауқия аля ибадихи. Бүкіл пенделерінен өзі затымен жоғары деп тұр. Бірақ бұл нәрсені била кайфия, бұны елестетпейміз дейді. Яғни бұл нәрсенің кейіпін бермейміз. Неге? Және оны талқылаймыз. Неге екендігін. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم деп тұр. Оған қарамастан Алла субхана тағала өзі махлуқаттарынан бөлек, және махлуқаттар түгел махлуқат, түгел жаратылыстан жоғары болғанымен бірге, ол адамдардың не жасап жатқан түгелін біледі, біліммен қамтыған деп тұр. Және де жоғарыда болғанымен қарамастан бүкіл махлуқаттарды басқарады деп тұр. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. Және де Алла субхана тағала өзін жақындамын деп айтты ғой. Қариб деген есім бар, жақында екен. Немесе кеше батин деген есімін алдық, дұрыс па? Батин деген есіміне жақын дегенді білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсіндіргенде уантал батину лейса дунака шей деп тұр. Яғни сен жақынсың, сенен жақынырақ нәрсе жоқ деп тұр. Алла субханала тағаланың бұл есімі әл-маия. Және де Алла субханала тағала айтады: Инна Аллаха ма'ал мухсинин. Аллах мухсиндармен бірге. Инна Аллаха ма'ас сабирин. Аллах сабырлармен бірге деген маия сипаты, бірге деген сипаты, мана улу сипатын жоққа шығармайды деп шейх айтып тұр. Яғни ва зикруху лил қурби вал маия лам янфи лил улуи вал фауқия. Неге? Фа иннахул алию фи дунуихи ва хуал қарибу жалла фи улуихи. Себебі бұл өзі жоғарыда болғанмен іліммен жақын бізге дейді. Және де іліммен, және де билігімен бізге жақын болғанымен өзі жоғарыда деп тұр шейх рахимахуллаху тағала. Яғни шейх рахимахуллах бұл жерде бізге Алла субханала тағаланың улу сипатын түсіндіргісі келіп тұр. Және де улу сипаты, Алла субханала тағала жоғарыда сипаты, жоғарыда деген сипаты, бұл сипат жаңағында айтқандай, шейх айтқандай, Алла субханала тағаланың өзінің пәктігінде, кемілдігінде,
және жоғары сипаттарында, билігінде бүкіл нәрседен жоғары деген мағынаны да білдіреді де, сонымен қатар затымен Алла субхана тағала жоғарыда деген мағынаны білдіреді. Себебі үлу дегеннің негізгі тілдік мағынасы осы. Осы тілдік мағынадан бір нәрсені шығару үшін бізге дәлел керек. Алла субхана тағала өзін үлу сипатымен Құранда сипаттаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама үлу сипатымен Алла субхана тағаланы хадистерде сипаттаған. Және де сахабалар Алла субхана тағаланы үлу жоғарыда сипатымен сипаттаған. Және де бұл нәрсеге ахли сунна вал жамаа, яғни мұсылмандардың алғашқы буыны сахабалардың шәкірттері табииндер, және де олардың шәкірттері атбау табиин бір ауыздан келіскен. Сондықтан бұның дәлелдерін Құран, сүннет және де сахабалардың сөздерінен қарап көрейік. Алла субхана ва тағала Құранда бірнеше сөздермен өзінің үлу сипатын бекіткен. Біріншіден, саббихисма роббикал а'ла. Сенің ең жоғарыда болған Раббыңның есімімен Алла субхана ва тағала пәкте деп тұр. Саббихисма роббикал а'ла. Саббих деген пәкте. Исма есімін. Роббика сенің Раббыңды, ал-а'ла түгел нәрседен жоғары. Бұл Алла субхана тағала үлу сипатына, яғни а'ла деген сипатына дәлел. Және де Құранда келген Алла субхана тағала есімінен ал-мутаал, бүкіл нәрседен жоғары. Біздер Аллах тағала дейміз ба? Тағала деген жоғарыда деген сөз. Яғни қазақтар Аллах тағала деп айта ма? Сол тағала деген Алла субхана тағала жоғары деген сөз. Түсінікті ма? Және де Алла субхана тағала Құранда өзін сипаттаған кезде қалайша айтады? Илейхи ясадул калиму тойибу вал амалу солиху ярфаух деп тұр. Оған дейді. Илейхи. Иля деген харф жар, араб тіліндегі жаңағындай әріп. Бұның мағынасы не? Интихаул гоя деп тұр. Бір нәрсенің бітетін нүктесі. Нал деп тұр? Илейхи ясадул калиму тойиб деп. Жақсы сөздер оған көтеріледі. Оған Алла субхана тағала. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Және де ізгі амалдар оған көтеріледі деп тұр Алла субхана тағала. Басқа аяттан ал деп айтады Алла субхана тағала Иса туралы «Инни мутаваффика ва рафи'ука илей» деп тұр. Мен сені олардың көзінше, олардың пікірінше сен қайтыс боласың дейді. «Ва рафи'ука илей» және де мен сені өзіме көтеріп аламын деп тұр. Алла субхана тағала. Бұны түгел Алла субхана тағала жоғарыда екендігіне мағына, үлу сипатына дәлел. Және де Алла субхана тағала ал деп айтады: «Ааминтум ман фис самаи ан яхсифа бикумул ард». Сендер аспанда болған Алла субхана тағала жерге сізді жұтқызады деп бұйырмайтындығына, яғни аман қаласыз деп ойлайсыңдар ма деп тұр. «Ааминтум ман фис сама» деп тұр. Сендер, яғни Алла субхана тағала, аспанда болған Алла субхана тағала сізді жерге жұтқызбайтындықтан амандықта қаламыз деп ойлайсыз ба деп тұрды Алла субхана тағала. Түсінікті ма? Кейбіреулер айтады, бұл тафсир, бір кісі айтады, бұл аяттың тафсирін, бүкіл тафсирлерді ашып шық, ешқайсысы бұны Аллах деп не істемеген деп тұр, тафсирлемеген. «Аминтум ман фис сама», аспандағы дегенді Аллах деп тафсирлемеген деп айтады біреу. Бұны не мәләйка деп тафсирлеген, періштелер деп тафсирлеген. Бұл кісі немесе білмейді, немесе надан, яғни тафсирлерді оқымаған, немесе адамдардың көзіне топырақ шашып отыр, алдап отыр адамдарды. Неге? Себебі ислам дініндегі ең алғашқы жазылған тафсирді алатын болсақ, Мухаммад ибн Жарир ат-Тобари, Абу Джафар Мухаммад ибн Жарир ат-Тобари, ол кісі 310 жыл қайтыс болған хижри санақ бойынша. Және де бұны ғалымдар айтады имамул муфассирин деп тұр. Муфассирлардың имамы. Яғни түгел муфассирлар өзінің тафсирін сол кітабынан алады. Яғни сол тафсирдің қайнар көзі осы кітапта. Мухаммад ибн Жарир ат-Тобари. Және де ол келтірген сөздерін түгел иснадпен келтіреді. Яғни сахабадан сөз келтірсе, өзінің иснадын келтіреді. Табииннен келтірсе, атбау табииннен келсе, қандай да имамнан келтірмесе, луғауи, яғни тілдік, яғни лингвист имамдардың, яғни тіл мамандардың сөзін келтіретін болса, иснадымен келтіреді, яғни риуаятшылар тізбегімен келтіреді. Сол кісіні ал деп айтады өзінің тафсирінде, осы аятты ашыңыз, Мүлк сүресінде. «Аминтум ман фис сама» ай Аллах деп тұр. Аспандағыдан амандықта қаламыз деп ойлайсыңдар ма? Ол аспандағы ол Аллах деп тұр. Ең алғашқы тафсир. Ибн Касирдің тафсирін ашсын. Ханафилердің тафсирі керек па? Ханафилердің Рухул Мааниді ашсын, Алусидігі. Бұл да осылай тафсирлейді.
Бұл да осылай тәфсірлейді. Сондықтан бұл жерде сәлафтар бір ауыздан келіскен. Бұлар кімдер деп? Бұл жерде ман фиссама, ол Алла азза ва джалла екендігі. Басқа аятта Алла субхану тағала ал деп айтады: "Ва юрсилу алейкум бал рафауху Аллаху илейхи". Алайда Алла оны, яғни Исаны өзіне көтерді. Илейхи, өзіне көтерді деп тұр, иә? Яғни аспанға емес, өзіне деп тұр. Басқа жерде Алла субхану тағала айтады: "Та'руджул малаикату вар руху илейхи". Рух, яғни Джибрил, және де періштелер оған көтеріледі. Оған, илейхи, оған көтеріледі. Осы дамирлерден, осы харф жар мен дамирлерден көптеген ахлул каламдар қорқады. Илейхи ясаду, илейхи ярфау, рафиука илейя. Та'руджул малаикату вар рух илейхи. Осы илейхи деген нәрседен олар қорқады. Оған көтеріліп жатыр, оған көтеріліп. Кімге? Алла субхану тағала. Түсінді ма? Юдаббирул амра минас самаи илал ард сумма я'руджу илейхи. Алла субхану тағала өзінің әмірін минас сама, аспаннан, илал ард түсіреді деп тұр. Жерге түсіреді деп тұр. Сумма я'руджу илейхи. Содан кейін жердің әмірлері Аллахқа көтеріледі деп тұр. Яхафуна роббахум мин фауқихим деп тұр. Алла субхану тағала періштелерді сипаттаған кезде алдап айтады: Яхафуна роббахум мин фауқихим. Бұлар олардан жоғары болған Аллахтан қорқады. Раббысынан қорқады деп тұр. Және де бұл жерде айта кететін нәрсе, араб тіліндегі мин фауқихим, мин деген харф жар келуінің себебінен бұл жерде үлу зат қана, яғни фауқия, затия ғана түсіндіріледі. Яғни затымен бір нәрседен жоғары болғандығын түсінеміз. Яғни аят қалай келмеді? Яхафуна роббахум фауқахум деп айтпады. Мин фауқихим деп айтты. Осы мин жаңағындай мағынаны білдіреді. Бір нәрсенің үстінде, расында, затымен бір нәрсенің жоғарысында болуы білдіреді. Сумма става алал арш. Содан кейін Аллах аршысына көтерілді. Бұл да Алла субхану тағаланың несіне дәлел? Көтерілу сипатына, яғни жоғарда екендігіне дәлел. Және де иставаны біреу айтуы мүмкін. Истава жаңағыдай тілдік мағынасы, мақсат ету мағынасын білдіру мүмкін. Иставаның мағынасы бір нәрсемен теңесу мағынаны білдіру мүмкін. Истава мағынасы бір нәрсе өзінің шарықтау шегіне жету, кеміл толық сипаттарына жету мағынасын білдіру деп айтатын болса, біз айтамыз, иә, ол солай деп айтамыз. Бірақ бұл мағыналарды не нәрсе бізге, яғни тахдид қылып береді, яғни сол мағынаның қайсы осы сөзбен қай мағына қаланып жатырғанын қаяқтан білеміз дейтін болсақ, хуруфул жар, харф жарлар болады, яғни жаңағы әріптер бар. Яғни истауа иля болатын болса, қосада мағынасы болады. Иля харфымен келді. Истауа иля, мысалы, истауайту иля Ұлықбек десем, яғни направился, яғни мен бағытталдым Ұлықбекке. Сол жаққа бет алдым деген мағынаны білдіреді. Истауа, яғни истауа келсе, жалпы, ешқандай харф жарсыз, яғни шарықтау шегіне жетті деген мағынаны білдіреді. Истауа бимен келсе, бә харф жарымен келсе, онда теңесті деген нәрсені білдіреді. Бір нәрсе. Истауа алямен келетін болса, жоғары, бір нәрсенің үстіне жоғары шығу дегенді білдіреді. Аятта қалай келтір? Истауа алал арш. Алал арш келтір. Сондықтан қалған мағыналар бұл жерде келу мүмкін деген сөз болмайды, бол мүмкін емес. Және де бұл не зохир емес, бұл нас болып есептеледі. Нас деген, яғни басқа мағыналар қабылданбайды, тек қана жоғарға шықты деген мағына қабылданады осы жерде. Және де солай сәлафтар түсінген. Яғни алғашқы мұсылмандар, сахабалар, табииндер солай түсінген. Біздер оны оқимыз. Және де оны оқыған кезде жаңа ахлю тафуидке жауап бар. Ахлю тафуид айтады ғой. Яғни бұл аятпен хадистер, бұл сипат аяттар, хадистер мағынасы түсінбейміз деп айтады ғой. Және сахабалар да түсінбеген. Оны тек қана Аллах біледі. Бірақ біз қарайтын болсақ, сахабалар, табииндер, солар аиммалар бұл аяттарды түсінген. Истауа аляны иртафа деп тәфсірлеген. Жоғарға шықты. Соида жоғарға шықты деп тәфсірлеген. Және де оны оқимыз иншаллаху тағала. Және де бұл аят сумма става алал арш Құранда 7 мәрте келген. Бір рет емес, 7 рет келген. Тағы да соған ұқсайтын аяттар бар. Ар-Рахману алал арши става. Ар-Рахман аршысына көтерілді. Және де басқа аятта Алла субхану тағала ал деп айтады: "Ва қала фирауну я хаману ибни ли сархан лаалли аблугул асбаб ас-самавати фаттали'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba. Wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'ani sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab." Алла субхану тағала айтады Фирауын туралы. Фирауын айтады өзінің жаңағындай қол шоқпарына Хаман дегенге айтады: "Ей Хаман" дейді. "Маған
яғни маған баспалдақ құрастырып берші, аспанға жеткізетін. Мен аспанға жетіп, Мусаның құдайы бар ма? Мусаның құдайы бар ма, жоқ па, қарайыншы дейді. Ва инни ла азуннуху кадиба. Расында мен оны өтірікші деп санаймын деп тұр. Өтірікші деп санаймын деп тұр. Яғни Муса алейхиссалату вассалам қауымына не нәрсені үйреткен екен? Алла субханала тағала аспанда екендігін үйреткен, жоғарыда екендігін. Және аспанда деген нәрсені біздер түсіну керекпіз, не? Аспанның ішінде деген мағынаны білдірмейді. Бүкіл нәрседен жоғары, аспаннан да жоғары, бүкіл махлуқаттардан жоғары. Яғни махлуқаттар бітеді, бірінші қабат аспан, екінші қабат аспан, үшінші қабат, төртінші, бесінші, жетінші қабат аспан бітеді. Бітті. Махлуқ деген нәрсе бітеді, жаратылыс деген нәрсе бітеді. Соның жоғарысында Алла субханала тағала деп айтамыз. Түсінікті ма? Соның жоғарысында. Яғни аспанның ішінде оны Алла субханала тағала бір махлуқ қамтай алмайды. Алла субханала тағала біз айтамыз, аъзам, ең ұлы, акбар, ең үлкен деп айтамыз. Ол мүмкін емес. Махлуқ Аллахты қамтуы. Түсінікті ма? Сондықтан бұл Муса алейхиссалату вассалам өзінің қауымын не нәрсеге үйреткен екен? Алла субханала тағала бүкіл нәрседен жоғары екендігін үйреткен. Ал Фирауну мен айтып тұрмын, мен оны өтірікші деп санаймын. Сондықтан не деп тұр? Мусаны жаңағыдай кемістіп, үстінен күліп тұрды. Қазір маған баспалдақ жасап бер, мен аспанға қарап келейін. Қайда, құдайы бар ма, жоқ па, қарап келейін деп тұрды. Сондықтан Алла субханала тағала алып тұр, «Ва казалика зуйина ли фирауна суу амали ва судда ани сабил» деп тұр. Осылайша Фирауынға оның жасап жатқан жаман амалдары өзінің көзіне әдемі қылып көрінді. Күшті сөздер айтып отырмын деп көрінді дейді. «Ва судда ани сабил», және де ол тура жолдан тайып кетті. «Ва ма кайду фирауна илля фи табаб», және Фирауынның айлакерліктерін түгелі, яғни адасушылыққа алып келді деп тұр. Басқа жерде Алла субханала тағала айтады, «Танзилун мин хакимин хамид» деп тұр. Бұл Құранды айтқан кезде танзил деп тұр. Түсірілген. Түсу сипаты қалай болады? Оңнан солға бола ма түсу? Алдан артқа бола ма? Немесе үстінен жоғарыға бола ма? Жоғарыдан астына болады. Танзилун мин хакимин хамид. Құран түсірілген, хаким Аллах данадан, және хамид, және мадақталатын Алла субханала тағаладан түскен деп тұр. Аннаху муназзалу мин роббик деп. Құранды сипаттаған кезде Ан'ам сүресінде аннаху муназзалу мин роббик. Бұл Құран сенің мин роббик, қайтадан сенің Раббыңнан түсірілген, жоғарыдан астына түсірілген деген мағына. Және бұндай аяттарын түгелін қазір оқи беретін болсақ, ондай аяттар өте көп. Бұндай аяттар өте көп. Енді хадистерге келейік. Бірінші хадис, бәріміз білетін хадис, сахих хадис, Жарир ибн Абдуллахның хадисі, Аль-Баджали, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нақыл деп айтады: «Ман лам ярхам ман фил арды, лам ярхамху ман фис сама». Кімде-кім жердегілерге мейірімді танытпаса, аспандағы оған мейірімділік танытпайды деп тұр. Кім? Алла азза ва жалла. Анас радиаллаху анхуның хадисінде, муттафақун алейхи, жоқ, Бухари шығарған хадисте, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям міне, енді сахабалар улуды түсінді ма, түсінбеді ма? Улу сипаттарын Алла субханала тағала бұл аят хадистер түсінді ма, түсінбеді ма? Қараңыз. Зайнаб бин Джахш радиаллаху анха, уммул муминин, яғни момындардың анасы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелі. Не дейді Анас? أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. Зейнаб радиаллаху анха басқа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелдерінің арасында мақтанатын болған. Нағыл деп айтады, сендерді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сендердің ата-аналарың берді депті. Мені болатын болса, кім берді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға? Алла азза ва жалла мин фауқи 7 самауат, 7 қабат аспанның жоғарысынан тұрып мені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға күйеуге берді деп тұр да. Сахабалар түсінді ма, түсінбеді ма? Түсінді. Улуда да, фауқия. Сендер түсінбейді деп тұрсыздар. Сахабалар түсінбеген. Зейнаб, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелі. Абу Саид аль-Худридің хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, және бұл хадис муттафақун алейхи, Бухари мен Муслимда келген, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ала таъманунани ва ана амину ман фис сама» деп тұр. Сендер маған сенбейсіңдер ма дейді. Мен аспанда болғанның сенімді тұлғасы болсам деп тұр. Яғни өзін айтыр, аминмін мен деп тұр. Кімдікі? Аспанда болған, яғни Алла субханала тағала.
Басқа хадисе Абу Хурайраның хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бұл хадис Муслимда келген, бұл хадис имам Ахмад шығарған және Хаким шығарған, және де оны Хаким аля шартул Бухари ва Муслим, яғни Бухари Муслим шартында келеді, яғни сахих хадис деп тұр. Бұл жерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама періштелер адамды алып кетуге келген кезде, және Баро ибн Азибтің хадисі бар, осыған ұқсайтын, тоже ол да не имам Ахмадтан, Сунан Абу Даудта келген сахих хадис. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады, періштелер өлген адамның жанын алып кетуге келген кезде, егер ол момын болатын болса, жаңа білесіздер, момын болатын болса, ол жаңағындай жаны жаңағындай кувшиндан ал дейді. Құмыраның аузынан шыққан бір тамшы сияқты, бір тамшы су сияқты тез шығады деп тұрды. Сосын дейді, «Сумма ю'раджу биха иля сама» дейді. Содан кейін бұл жанды періштелер алады да аспанға көтеріледі дейді. «Фаюстафтаху лаха фаюқолу ман хада». Содан кейін бірінші аспанға келген кезде, немесе аспанға келген кезде есік қағылады деп тұр. Сол кезде олар айтады, «Ман хада», бұл кім деп айтады. «Фаюқолу фуланун فيقول مرحبا بالنفس الطيبة فلا يزال يقول لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله деп тұр. Яғни бірінші аспанға келеді, қағылады. Сосын айтады, кім бұл? Бұл не? Жаңағындай пәленше деп айтады. Сол кезде ол жердің періштелері айтады, жақсы рух, қош келдің деп кіргізеді. Екінші аспанға, үшінші аспанға, соңғы аспанға келген кезде ал дейді, бұл яғни хадисте айтылады, бұл жанды Аллах болған аспанға келеді, жоғарылыққа келеді деп тұрды. Түсіндіңіз ба? Яғни бұл Алла субхана ва тағаланың жоғарыда екендігіне дәлел. Және де Абу Хурайраның хадисі, бұл да муттафақун алейхи, яғни Бухари Муслимда келген хадисінде, өлім періштесі Мусаға келген кезде, білесіздер, бұл хадисті, Муса өлім періштесін бетінен ұрады. Әлі уақыт келмеді депті. Фадахаба би айнихи, яғни көзі шығып кетеді бұл өлім періштесін. Нал дейді, фаараджа иля роббихи азза ва джалла фақала я роб. Яғни содан кейін ол періште не Раббысына көтеріледі деп тұр. Көтеріледі. Яғни ары қарай хадисті білесіздер. Яғни ол періште Алла субхана тағала көтеріледі. Абу Хурайраның хадисінде Бухари шығарған, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ал деп айтады, «Ман тасаддақа би адли тамратин мин касбин тойибин ولا يسعد إلى الله إلا طيب فإنها يتقبلها بيمينه деп тұр. Кім дейді, бір құрманы өзінің, яғни халал болған жұмысымен, халал кәсібімен, егер де бір құрманы Алла субхана ва тағала үшін садақа беретін болса дейді, және де Аллахқа тек қана таза, пәк нәрселер ғана көтеріледі деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Егер сондайды садақа беріп, бір құрманы садақа беретін болса, Алла субхана тағала бұны оң қолымен қабылдайды деп тұр. Оң қолымен. Яғни бұл жердегі бірақ бізге керек нәрсе не? «Вала ясаду илаллахи илля тойиб». Аллахқа тек қана пәк нәрселер, ізгі амалдар ғана көтеріледі деп тұр. Яғни бұл жерде садақаны берген кезде халал нәрседен берілу керек екендігіне дәлел бар. Және де имам Насаи шығарған хадисі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама, бұл хадис Саат ибн Аби Ваққастың хадисі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Саат ибн Муаз бір үкім шығарған кезде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам алып айтады, «Лақад хакамта фихим би хукмил малики мин фауқи саб'i самауат». Яғни айтыр, сенің үкімің дейді, дәл-медәл 7 қабат аспан үстінде тұрған патшаның, яғни Алла субхана ва тағаланың үкімімен сай үкім шығардың деп тұр. Түсінді ме? Бұл да барлығы не, бұл хадистердің түгелі Алла субхана ва тағаланың жоғарылығында дәлел бар. Және де Ми'раж хадисі. Бәріміз білеміз Ми'раж хадисі, яғни Жибрил алейхи, бұл мутаватир хадис, муттафақун алейхи хадис. Жибрил алейхи салату вассалам пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеден бірінші Байтул Мақдисқа, Палестинаға апарады. Соның Палестинадан жоғары Ми'раж жасалады, көтеріледі, бірінші аспанға келеді. Сол хадис ұзын. Хадисте бірақтан алдып келеді. Сумма суида хатта ата самаа ал-ула. Сумма суида хатта ата самаа ас-сания, салиса, рабия. Яғни содан кейін көтерілді бірінші аспанға келмейінше.
содан кейін екінші аспанға келмейінше тағы да көтерілді. Содан кейін үшінші, сөйтіп жетінші қабат аспанға келмейінше. Сумма руфи'ту иля сидратил мунтаха деп тұр. Содан кейін сидратул мунтаха деген ағашқа, яғни бүкіл махлуқаттар бітетін сидратул мунтаха деген ағашқа келдім. Сумма және де Алла субхана тағала сол жерде, Алла субхана тағала Жибрил кірмейтін жерде Алла субхана тағала оған 5 парыз намазды, яғни бірінші елу намазды не істейді, парыз қылады. Бұл хадис муттафақун алейхи, Бухари Муслимда келген сахих хадис. Және де басқа хадисте, бұл хадисті де Бухари Муслим шығарған, Абу Хурайраның хадисіне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам деп айтады: "Иза ахаббаллаху абдан нада Жибриля фақала инни ухиббу абди фаахиббуху фаюнауиху биха Жибрилу фи хамалатил арш фатасмау ахлу самаи لغط حملة العرش فيحبه أهل السماء السابعة ثم سماء حتى ينزل إلى السماء الدنيا ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض деп тұр. Қараңыз дейді. Алла субхана тағала бір пендесін жақсы көретін болса, Жибрил алейхиссалату вассаламды шақырып деп айтады: "Мен пәленше пендемді жақсы көрдім" деп тұр. Сондықтан сендер де оны жақсы көріңдер деп тұр. Жибрил алейхиссалату вассалам бұл нәрсені кімге айтады? Хамалатул арш, Аллахтың аршын ұстап тұрған періштелерге айтады. Хамалатул арш бұны жетінші қабат аспандағы, яғни астына кетіп бара жатыр. Жетінші қабат аспандағы періштелерге айтады. Бұлар астына 6, 5, 4, 3, 2 хатта янзила иля самаи дуния, соңғы аспан, яғни бірінші аспанға дейін жетпейінше, ең төменгі аспанға жетпейінше дейді. Сумма яхбиту илал арды фаюхиббуху ахлул ард. Содан кейін бұл нәрсе, яғни бұл махаббат жерге түседі, және де жердегі адамдарда бұл адамды жақсы көре бастайды деп тұр. Яғни бұл түгелі Алла субхана тағала жоғарыда екендігіне дәлел. Және де және де хадистерден бәріміз білетін хадис, немесе тағы да хадистерден пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама, яғни фаджр намазынан кейін және де аср намазынан кейін келіп ізгі амалдарды жазып алып Алла субхана тағалаға көтерілетін періштелер туралы айтқан кезде ал деп айтады: "Фаяруджул лазина бату фихим иля раббихим фаясалухум ва ху а'ламу бихим" деп тұр. Сол түнде болған періштелер күн атқан кезде Раббыларына көтеріледі деп тұр. Яғни Алла субхана тағала жоғарылығына дәлел. Және де тағы да хадистерден, бұл Бухарида келген хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инналлаха ламма халақал халқ катаба фи китабин мавдуин индаху фауқал арш инна рахмати сабақат ғадаби" деп тұр. Аллах бүкіл махлуқаттарды жаратқаннан кейін өзінің құзырында болған, аршының жоғарыда болған кітапқа не деп жазған екен? Инна рахмати, менің мейірімділігім менің ашуымнан озады деп тұр. Алла субхана тағала озды деп тұр. Яғни не деп тұр? Бірақ бұл жерде индаху фауқал арш деп. Алла субхана тағала құзырында болған кітап қайда? Фауқал арш, арштан жоғары жерде деп тұр. Бұны түгелі Алла субхана тағала жоғарыда екендігіне дәлел. Және де әйгілі хадис, Муауияның хадисі, жария келеді, яғни Муауия пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтады: "Мен пәленше әйелді ұрып қойдым" дейді, күң әйелді. Енді кафара жасағым келіп тұр дейді. Бұл нәрседен құтылғым келіп тұр, бұл күнәдан. Күң әйелді ұрып қойдым дейді. Сол кезде қалай кафара жасағым келіп тұр? Бұл әйелді азат еткім келіп тұр деп тұр. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шақыр ана әйелді деп айтады. Айтады: "Айналла" дейді. "Ман ана" дейді. "Анта расулуллах". Мен кіммін дейді. Ол әйел айтады: "Сен Аллахтың елшісің" дейді. "Айналла" дейді. "Аллах қайда" деп айтады. Ол айтады: "Фиссама" дейді. Жоғарыда. Басқа риуаятта саусағымен көрсетеді. Саусағымен көрсетеді. Фиссама деп. Алла субхана тағала жоғарыда деп та. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дейді: "А'тиқха фа иннаха муъмина" деп тұр. Бұны азат ете берсең болады, себебі ол момын әйел, иманы бар әйел деп тұр да. Иманы барлығына не дәлел болды? Алла субхана тағала жоғарыда екендігін айтқан дәлел болды. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям елшілігін мойындағаны, иманы бар екендігіне дәлел болды. Түсінікті ма? Және де бұл хадис ешбір имам бұны даиф деп айтпаған, муттариб деп. Біреу айтады, бұл хадис муттариб, яғни әртүрлі жолдармен келген, сондықтан, яғни әртүрлі жолдармен келген,
және де сол жолдардың арасында сахихын таба алмай қалдық, сондықтан бұл муттариб хадис, сондықтан бұл хадис даиф, қайтарамыз деп. 21 ғасырға дейін ешкім айтпаған оны. Имам Муслимнің жинаған, Сахи Муслимда келген. Оны Сахи Муслимді сіздер білесіздер, бүкіл үмбеттің ғұламалары бір ауыздан бұл Сахи Муслимда, Сахи Бухари мен Сахи Муслимдағы хадисті бір ауыздан қабылдады. Ижма бар, бұл хадистер түгелі сахих деп. Бір шартпен, басқа ғалымдар оны даиф деп айтпау керек. Ал енді, яғни себебі кейбір ғалымдар, кейбір Бухари Муслимдағы кейбір хадистерді даиф деп айтқан. Бірақ расында бұны қарайтын болсақ, ақиқат Бухари мен Муслимде ол шығады. Расында солай. Дарақутни сияқты ғалымдар, басқа да ғалымдар болған. Бірақ дәл осы хадисті, Муауияның хадисі Сахи Муслимда ешкім интиқад қылмаған. Яғни Муслимге ешкім сынақ танытпаған, яғни критика жасамаған бұны. Түсінді ме? 21 ғасырға дейін. Және де бұл хадисті аимматул арба құл азат еткен кезде бұл құл момын болу керек екендігіне дәлел келтірген, дәлел ретінде. Яғни бұл хадистің сахих екендігіне дәлел. Сондықтан, мысалы, Абу Ханифаның муснады бар деп айтылады. Бірақ ол муснад расында Абу Ханифаға жетпейді бұл кітап. Бірақ Мухаммад ибн Хасанның Ал-Асл деген кітабы бар. Бұл жерде ол Абу Ханифа өзінің және де Абу Юсуфтың фатуаларын жинаған. Сол жерде Абу Ханифаның жолымен осы хадисті риуаят қылады. Бұл деген сөз, Абу Ханифа бұл хадисті сахих санаған. Имам Шафии өзінің кітабында риуаят қылады. Имам Малик өзінің Муатта кітабында риуаят қылады. Имам Ахмад өзінің Муснад кітабында риуаят қылады. Барлығы сахих жолмен риуаят қылады. Және де Имам Муслим өзінің сахих кітабында риуаят қылады. Бүкілі қабылдаған бұл хадисті. Баракаллаху фикум. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Муслимда келген хадисі, Жабирдің хадисінде сахабаларға шыққан кезде нағыл деп айтады, хаджатул вада, қоштасар хажылығында нағыл деп айтады. Аля хал баллахту дейді. Мен сендерге жеткіздім ба дейді. Дінді жеткіздім ба деп айтады. Нам я Расулалла, я дейді. Нағыл дейді, саусағын жоғарға көтереді аспанға. Аллахума фашхад дейді. Жоғарға көтереді. Ей Аллах, куә бол деп сахабаларға түсіреді саусағын. Аллахума фашхад, жоғарға көтереді саусағын, қайттан сахабаларға көрсетеді. Аллахума фашхад деп 3 рет жасайды. Бұны түгелі Алла субхана тағаланың жоғарыда екендігіне дәлел. Және де Абдулла ибн Рауаха радиаллаху анху сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдында қандай өлең шумақтарын айтатын болған? Шахидту би анна вa'даллахи хаққун ва аннан нара масвал кафирина ва аннал арша фауқал маи тофин ва фауқал арши раббул аламин деп тұр. Мен куәлік етемін, Алла субхана тағаланың уәдесі ақиқат екендігін дейді. Және де тозақтың оты кәпірлерге уәде етілген деп тұр. Және де мен не нәрсеге куәлік етемін? Аршы судың үстінде тұрғандығын. Ал аршының жоғарысында Раббул аламин тұр. Алла субхана тағала тұр деп. Абдулла ибн Рауаха бұны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам оны бекітеді осы сөзіне. Және де бір жахили, яғни ислам дініне дейін өмір сүрген, яғни ислам дінін қабылдамаған Умайя ибн Аби Сольттың өлең шумағы бар. Ол кісі, яғни Умайя ибн Аби Сольт өлең шумағында Аллахты мадақтайтын болған. Нағыл деп айтқан: Маджидуллаха фахуа лил маджди ахлун, Раббуна фис самаи амса кабира деп тұр. Аллахты мадақтандар, себебі ол мадаққа лайықты деп тұр. Біздің Раббымыз аспанда, яғни аспанның жоғарысында деп тұр. Бәрі нәрсенің жоғары амса кабира деп тұр. Яғни ең ұлы нәрсе сол Аллах деп тұр. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл өлең жолдарын естіген кезде нағыл деп айтады: Амана ши'ру ва кафара қалбуху деп тұр. Бұның өлең шумақтары иман келтірді, яғни өлең шумақтары иман бар деген сөз. Бірақ жүрегі кәпір болды десе, ол ислам қабылдамаған болып тұрды. Бұның түгелі Алла субханала тағаланың жоғарыда екендігіне дәлелдер аят пен хадистерден. Енді сахабаларды қарайық. Сахабалар не деген бұл туралы? Жаңа Зайнапты оқыдық. Енді қараңыз. Ибн Умар радиаллаху анху Абу Бакрдан риуаят қылады. Ибн Умар радиаллаху анху айтады: "Ламма қубида Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама, қала Абу Бакр радиаллаху анху: Айюхад нас, ин кана Мухаммадун илахакум, аллази та'будуна, фа иннаху қад мат, ва ин кана илахукум аллази фис сама, фа инна илахакум лам ямут." ثم تلا: وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين деп тұр.
Бұны имам Бухари өзінің тарих кітабында шығарған. Ибн Умар радиаллаху анхума айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама қайтыс болған кезде Абу Бакрны ал деп айтқан: ей адамдар, егерде сендердің құлшылық қылып жүрген құдайыңыз Мұхаммед болатын болса, Мұхаммед қайтыс болды дейді. Адамдар фитнаға түсіп кетті. Не болды? Бітті, құрдық, пайғамбар саллаллаху қайтыс болды, фитна. Үлкен сахабалар фитнаға түседі. Және де ғалымдар жалпы сахабалардың яғни андай ақиқатта қаттылығын, ақиқатта тұрып берулерін зікір қылған кезде көбінесе Умарды зікір қылады ғой. Бірақ осы жерде Умар керісінше не жаңағындай өзінің жаңағындай несін жоғалтып алады. Яғни ақылын жоғалтып алады, яғни паника болып қалады. Не болды, пайғамбар саллаллаху қайтыс болды ма деп та. Осы жерде кім еркекшілікті танытқан, ақиқатта беріктікті танытқан кім болды? Абу Бакр. Адамдардың арасында шығып ал деп айюханнас дейді. Инкана Мухаммадун илахукум аллазина та'будуна дейді файну қадамат. Ей адамдар дейді. Егерде сендердің құлшылық қылып жүрген құдайларыңыз Мұхаммед болса, ол қайтыс болды дейді, кетті дейді. Ва инкана илахукум аллази фиссама, ал егерде сендердің құдайларыңыз аспандағы болатын болса деп тұр. Фа инна илахукум лам ямут дейді. Онда бұл құдай, бұл сендердің құдайларыңыз, бұл илах, тәңір қайтыс болмады дейді. Содан кейін келесі аяттарды оқып, «Уама Мухаммадун илля расулулла», яғни Мұхаммед тек қана елші дейді, илля расулун, елші, «Қода халат мин қоблихи русул». Оның алдында да елшілер келіп кетіп қалған жоқ па дейді, қайтыс болмады ма дейді. «Афа иммата ау кутила инқалаптун аля ақабикум» дейді. Егер ол қайтыс болса, немесе өлтірілсе, діндеріңіз тастап артқа қайтатын боласыз. «Уаман янқалиб аля ақибайхи фалан ядурраллаха шей'a». Кімде-кім діннен қайтатын болса, ол Аллахқа ешқандай зиян келтірмейді. Ва саяджзиллаху шакирин. Аллах шүкіршілік ететіндерді өзі оларға не береді? Сауап береді деп тұр. Бұл деген сөз Абу Бакр радиаллаху анху Аллахты қайда деп айтатын болған? Фиссама, илахукум фиссама, жоғарда деп тұр. Умарды қарайық. Умар радиаллаху анху, яғни бұны Бұны имам Захаби рахимахуллаху тағала өзінің Улу кітабында шығарған. Умар радиаллаху анху айтады, яғни біреу одан үкім сұраған кезде ал дейді, «Аля аракум хахуна» деп тұр. Мен сендерді үкім осы жерден келеді деп айтпаймын. «Иннамал амру мин хахуна фа ашара биядихи иля сама» дейді. Расында әмір мына жақтан келеді дейді. Қолымен аспанға көрсетеді деп тұр Умар. Қолымен аспанға көрсетеді деп тұр. Және де Умар радиаллаху анху, Умардан басқа риуаят келеді. Бұл хадисті және де имам Захаби рахимахулла келтіреді, және де имам Дарими шығарған. Умар радиаллаху анху айтады: «Вайлун лиддаянил ард мин даянис сама яума ялқаунаху» деп тұр. Яғни осы жердегі бүкіл, яғни патшалар, жердің патшаларынан аспанның патшасынан уайыл болады деп тұр. Азап болады деп тұр. Қашан болар кездескен кезде деп тұр. Қандай патшалар? Және де Умар айтады, егер де олар әділет қылмайтын болса, Аллахтың әмірлерін орындамайтын болса деп айтады сол патшалар туралы. Ибн Масуд радиаллаху анху нал деп айтады: «Ал-аршу фауқал ма, валлаху фауқал арш, ла яхфа алейхи шейун мин амаликум» деп тұр. Аршы судың үстінде тұр, яғни 7 қабат аспаннан жоғары су бар, соның үстінде тұр. Ал Аллах болса аршының үстінде. Валя яхфа алейхи шейун мин амаликум. Бірақ Аллах субхану тағала солмен қатар сендер жасап жатқан амалдарынан ешқайсы Аллах субхану тағаладан жасырын қалмайды деп тұр. Яғни бұл бүкіл сахабалардың сөзі. Яғни Абу Бакр, Умар, Ибн Масуд радиаллаху анхум ажмаин. Және басқа сахабалар, және кімнің сөзін оқыдық? Зайнаб бинт Джахш радиаллаху анха. Енді табииндердің сөзін қарайық. Шаршамадыңдар ма? Табииндердің сөзі қарайық. Масруқ ибн Ажда радиаллаху анху рахимахуллаху тағала, бұл Айшаның радиаллаху анха шәкірті. Неге бұның бәрін айтып отыр? Салафтарда келмеген, үлу келмеген, жоқ, бәрі бар. Құранда да, хадистерде де, және міне салафтардың сөзі, сахабалардың сөзі, табииндердің сөзі, Айматул Арбаның сөзін оқимыз тағы да. Масруқ ибн Ажда радиаллаху анху Айшадан хадис риуаят қылған кезде, рахимахуллах, то есть Масруқ Айшаның шәкірті, Айшадан риуаят қылған кезде хадистен алды: «Хаддасатни ас-сиддиқату бинту сиддиқ хабибату хабибиллахи азза ва джалла ал-мубарраату мин фауқи саб'i самават» деп тұр.
яғни маған сиддықтың қызы сиддиқа, яғни шыншылдың қызы шыншыл әйел, яғни Айшаны айтыр, және де Аллах жақсы көретін, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көретін әйелі Айша радиаллаху анха, және де 7 қабат аспанның үстінен пәктелген әйел хадисті риуаят етті деп айтатын болған. Түсінді ма? Бұл Масруқ радиаллаху анху сахабалардың шәкірті. Алла субханала тағаланың үлуін исбат қылды ма? Исбат қылды. Тойып, Малик ибн Динар рахималлаху тағала табиғи нағыл деп айтады: «Хузу фаяқрау сумма яқулу исмау иля қаули садиқи мин фауқи аршихи» деп тұр. Құран оқыған кезде нағыл деп айтатын болған: міне Құранды менен алыңдар деді. Және де тыңдаңдар не нәрсені, аршының жоғарында болған шыншылдың сөзін тыңдаңдар. Яғни Алла субханала тағаланың айтып тұр. Малик ибн Динар рахимахуллаху тағала. Және де имам Маликтің асарына келеміз иншалла. Хамад ибн Зейд радиаллаху анху Аюб ибн Аби Тамима Сахтияни рахимахуллаху тағала, бұл табиғи, 131 жылға қайтыс болған, нағыл деп айтады. Муътазилалар туралы айтқан кезде: «Иннама мадарул қауми аля ан яқулу лейса фис самаи шей». Расында бұл қауымның негізгі мақсаты аспанда жоғары еш нәрсе жоқ деп айту. Яғни Құдай жоқ деп айту дейді. Себебі олар жоғарыда еш Құдай жоқ деп айтады. Бұны кім айтыр? Аюб ибн Аби Тамима Сахтияни, имаму табииндердің арасында имамы болған. Дохак рахимахуллаху тағала, бұл да табиғи. Алла субханала тағала ма якуну мин нажва саласатин илля хуа рабиухум деген аятты оқыған кезде, яғни 3 адам жиналып болса, Аллах олардың төртіншісі, яғни ілімімен. Нағыл дейді: «Қола хуа аля аршихи». Дохак нағыл деп айтады: Аллах расында аршының жоғарысында деп тұр. «Ва илмуху маахум». Бірақ олармен бірге не нәрсесімен? Іліммен солармен бірге. 3 адам жиналатын болса, солармен іліммен Алла субханала тағала бірге дейді. وفي اللفظ басқа риуаятынан هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا деп тұр. Алла субханала тағала аршының үстінде, ал ілімі бұл жиналған адамдармен бірге, қайда болмаса да. Сулейман ат-Тайми рахимахуллаху тағала табиғи нағыл деп айтады: «Лау суилту айналла ла қульту фис сама» деп тұр. Егер де менен сұралса, Аллах қайда дейтін болса, мен оны аспанда дер едім деп тұр. Сулейман ат-Тайми табиғи айтпады. Айна деп айтылмайды, Алла субханала тағала деп айтпады. Айна деп сұралсам, Аллах қайда деп сұралатын болсам, оны аспанда деп айтар едім деп тұр. Имам Абу Ханифа рахимахуллаху тағала, Имам Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит ал-Куфи рахимахуллаху тағала 150 жылға қайтыс болған. Бұл кісі, бұл иснат әлсіз болғанмен, бірақ басқа риуаяттарда бұны сахих жолмен келтірген. Қазір әлсіз жолды оқиық. Әлсіз жолмен келген риуаятта имам Абу Ханифа рахималлаху тағала айтады, яғни бұған Тирмизден деген қазіргі Өзбекстан, Жахмия сол жерде көбірек таралған. Тирмизден бір әйел келеді. Жахми шубухаттармен келеді. Және де ол әйелдің 10.000 шәкірті бар екен. Соларға жахмизмді үйретеді екен сол кісі. Келіп Абу Ханифаға нағыл деп айтады: «Анта аллази туаллиму наса ал-масаила ва қад таракта динак, айна илахука аллази та'будуху». Яғни әйел келіп айтады: сен адамдарды фиқ мәселелерін үйретіп жатсың ба? Өзің дініңді қалдырып қойған адамсың негізін дейді. Дініңді яғни неге сен біздің мазхабта жахми мазхабында емессің, такфир жасап отыр ғой. Ал сенің құдайың қайда ал дейді. Илахук айн, тәңірің қайда, Аллах қайда деп тұр. Фасаката анха, Абу Ханифа үндемейді. Сумма макаса 7 айямин ла юджибуха. 7 күн бойы оған ешқандай жауап қайтармайды жаңа әйелге. Фақала лаху раджул сумма хаража илейна ва қад вада'a китабан дейді. Жаңағындай не? Абу Ханифа сосын адамдарға шығатты, айтады: «Инна Аллаха фис сама дунал ард». Аллах аспанда, жерде емес деп. Фақала лаху раджул, сол кезде бір кісі оған айтады: «Араайта қаула Аллахи азза ва джалла ва хуа маакум». Аллах айтпай ма, ол сендермен бірге деп, яғни Аллах сендермен біргемін деп айтпай ма дейді.
Қала Абу Ханифа ал деді, хуа кама тактубу иля роджили инни маака ва анта гойбун анху деп тұр. Бұл сен бір адамға хат жазған кезде айтасың, мен сенімен біргемін деп. Бірақ өзің басқа қаладасың. Дәл сол сияқты осы аятты дәл сөйтіп түсін деп тұр Абу Ханифа, түсінді ма? Яғни сен оны жаңағындай оған бір күш беріп, оған қуат беріп, жаңағындай поддержка жасап, сен олмен біргемін деп тұрсың деп тұр. Түсінді ма? Және бұл асарды имам Байхақи өзінің Асма ва Сифат кітабында келтірген, бірақ бұның иснады әлсіз. Ал иснады сахих жолмен келген Абу Ханифадан асарды алатын болсақ, Абу Мути әл-Хакам ибн Абдилла әл-Балхи Абу Ханифадан сұрадым деп тұр. Яғни сәлту Абу Ханифа амман яқулу ла а'рифу рабби фис-сама ау фил-ард. Егерде бір адам мен Аллах жерде ма, аспанда ма білмеймін деп айтатын болса, не дейсің деген кезде, Абу Ханифа айтады, қода кафар. Бұндай адам күпірлікке түсті деп тұр. Лианна Аллаха та'аля яқул, себебі Аллах айтады, ар-рахману алал арши става. Ар-рахман аршыға көтерілді деп. Ва аршуху фауқа самаватихи. Ал Аллахтың аршысы аспандардан жоғары деп тұр Абу Ханифа. Бұны имам Захаби өзінің үлу кітабы, жалпы біз үлу кітабын оқып жатырық. Ал басқа риуаятта бұл жаңағы Абу Мути Хакам ибн Абдилла әл-Балхи риуаят қылатын Фиқул Акбар кітабына оралатын болсақ, Абу Ханифаның, яғни бұл Абу Ханифаның Фиқул Акбар кітабының иснады негізінде ғалымдар әлсіз деп айтады. Бірақ ғалымдар оны қабылдады. Неге? Себебі ішіндегі көп сөздердің көбісі Ахли Суннаның сөздеріне келіседі, сай келген. Және де оны Кибарул Ханафи мазхабының үлкен ғалымдары қабылдады. Тіпті Матрудилер қабылдаған оны. Мысалы, Әл-Каусари осы заманның ең үлкен Кибарул Матрудия ол кітапты қабылдап, оны тахқиқ қылған. Тахқиқ, яғни бұл кітапты зерттеп, жаңағыдай қолжазбаларын көшірген. Бұл Фиқул Акбарда Абу Ханифа рахимахуллах нал деп айтады, «Валлаху юд'a мин а'ла, ла мин асфал. لأن أسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمؤمنة أنت فقالت نعم قال أين الله فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة جبتر. Yani Abu Hanifa айтады, «Wallahu yud'a min a'la, la min asfal» дейді. Аллах жоғарыдан дұға қылынады, Алла субхана тағала. Жоғарыға қарап дұға қылынады. Астынан емес деп тұр. Неге дейді? Бірінші ақли дәлел келтірді Абу Ханифа. Лианнал асфала лейса мин васфи рубубияти вал улухияти фи шей дейді. Себебі төменділік рубияның сипаты болуы мүмкін емес. Жаратушының, Раббының, осы әлемді басқарушының сипаты төмендік болуы мүмкін емес. Және улухия, және де Құдай, құлшылық қылатын, табынатын Құдайдың сипаты ондай болуы мүмкін емес деп тұр Абу Ханифа. Ақли дәлел келтірді. Содан кейін нақли дәлел келтірді. Содан кейін хадистен дәлел келтірді. Ва алейхима руя фил хадис. Және бұл хадисте келгендей, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір әйел келеді, жаңағыдай қара әйелмен, күң әйелмен, сосын айтады: "Ваджаба алейя итқу рақабати муъмина" дейді. Маған момын күнді азат ету парыз болды дейді. Яғни мынаған кафара қылу үшін дейді. Осы әйел жарай ма деген кезде пайғамбар Мұхаммад ол әйелге ал дейді: "Амуъминатун анти", сен момынсың ба деп сұрайды. "Я" деп айтады. "Қала айна Аллах", Аллах қайда деп айтады. "Қалат фаашарат иля сама", аспанға көрсетті. "Фақала наби саллаллаху алейхи ва саллям а'тиқа фа иннаха муъмина", оны азат ете берсе болады, себебі ол әйел момын әйел деп тұр. Яғни Абу Ханифа рахимахуллаху тағала бұл жерде екі дәлел келтіріп тұр, Алла субхана тағала жоғарыда екен. Ақли, себебі төмендік Құдайдың, Тәңірдің, жаратушының сипаты болуы мүмкін емес деп тұр Абу Ханифа. Бұл ақли дәлел. Екінші хадистен дәлел келіп тұр. Жаңа Жарияның хадисі, біздер айтқан хадисті дәлел ретінде келтіріп тұр. Имам Аузаи рахимахуллаху тағала, Абу Амр Абдурахман ибн Амр, бұл да атбау табиғи, яғни табииндердің шәкірттері, 157 жылға қайтыс болған. Бұл кісі нағыл деп айтады: "Кунна ваттабиуна мутавафируна нақулу инна Аллаха фауқа аршихи ва ну'мину бима варадат бихи сунна мин сифатихи" дейді. Бүкіл табииндер тірі болған кезде, және де бүкіл табииндер бізді көріп тұрған кезде,
біздер айтатын болдық, инналлаха фауқа аршихи, Аллах өзінің аршысының жоғарысында деп айтатын едік. Ва ну'мину бима варада бихи сунна мина сифат, және де сүннетте келген бүкіл сипаттарға иман келтіретін едік деп тұр. Табииндер, сахабалардың шәкірттері, егерде олардың шәкірттері бір адасушылық айтатын болса, табииндер айтатын, тоқтаңдар, сендер Құранда жоқ, хадисте жоқ, сахабалар айтпаған нәрсені айтып жатсыңдар, біздер айтып жатқан нәрсені айтып жатқан жоқ. Бұлардың түгелі Аузаи айтып тұр. Не үшін айтып тұр? Біздер табииндердің арасында жүріп осыны айтатын едік деп тұр. Аллах өзінің аршысының жоғарында деп. Және де Аузаи сұралады, суил ал-Аузаи ан қаулихи та'ала сумма става алал арш, Аллах аршысына көтерілді деп сұралған кезде, фақала хуа аршихи кама васафа нафсаху, Аллах субхану ва тағала аршысының үстінде өзін қалай сипаттаған болса, дәл солай біз оны қабылдаймыз деп тұр. Мұқатил ибн Хайян Ал-Хурасани рахималлаху тағала, бұл да 150 жылдан бұрын қайтыс болған атбау табии. Бұл кісі ма якуну мин najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum деген аятты оққаннан кейін нағыл деп айтады, хуа аля аршихи ва илмуху ма'ахум деп тұр. Аллах субханала тағала айтады, 3 адам жиналатын болса, Аллах олардың 4-шісі деп. Мұхаммад ибн Хайян айтады, Аллах өзінің аршысында дейді, бірақ ол олармен бірге іліммен деп тұр. Имам Малик рахималлаху тағала нағыл деп айтады, Аллаху фис сама ва илмуху фи кулли макан ла яхлу минху шей. Аллах аспанда дейді. Имам Малик рахималлаху тағала. Ал оның ілімі бүкіл жерде. Оның ілімінен ешқандай мекен босай алмайды деп тұр. Және де бәріңіз білесіз, Имам Маликтан бір кісі келіп, мешітке келіп айтады, Я Аба Абдилла, Ар-Рахману алал арши става. Кайфа става? Ей Абу Абдурахман, Ар-Рахман аршысына көтерілді. Қалай көтерілді? Фа атрақу Маликун, ва ахадатху рухада дейді. Имам Малик терлеп кетеді. Қатты терлейді, яғни қорқаннан. Бұл сұрақ бірінші рет мұндай сұрақпен адам келді. Сумма рафа расаху фақала, содан кейін басын көтерді, айтты, Ар-Рахману алал арши става кама васафа нафсуху, ва ла юқалу кейф. Ва кейфа, яғни Аллах Ар-Рахман алал арши става. Ар-Рахман аршысына көтерілді дейді. Кама васафа нафса, өзін қалай сипаттаған болса. Ва ла юқалу кейф дейді. Қалай деп айтылмайды деп тұр. Басқа риуаятында имам Малик нағыл деп айтады, Әл-кейфу ғойру мa'қул деп тұр. Аллахтың қалай көтерілгені ақыл, біздің ақылымыз оны не істей алмайды, яғни ақылымыз жетпейді ол нәрсеге дейді. Біздің ақылымыздың күші жетпейді ол нәрсеге. Біздер айтамыз ол біздің адамның күшінің, яғни дене күшінің шегі бар. Адамның ақылында шегі бар. Адам көзінің шегі бар. Нажардың артында не болатқан біз білмейміз. Алла субхану тағала біледі. Нажардың артында не болатқан білмесек, көрмесек, Алла субхану тағала көреді. Нажардың артында не болатқан естімесек, Алла субхану тағала естиді. Қалайша біздің сипаттар шегі бар болса, біздің ақылымызда дәл солай шегі бар. Сондықтан имам Малик нағыл деп айтып тұр, әл-кейфу ғойру мa'қул дейді. Бұл қалай көтерілді? Оның сипаты, ақылымыз біз оның нәрсе шектелген, жете алмайды деп тұр. Вал истиуау минху ғойру мәжхул деп. Ал истиуаның мағынасы ғойру мәжхул, белгісіз емес деп тұр. Яғни белгілі деп тұр. Вал иману бихи важиб, бұған иман келтіру парыз дейді. Ва суалу анху бида, ол туралы сұрау, ол бидағат. Ва ин яхауфу ан такуна даллан ва амара бихи фа ухриж деп. Мен сені адасқан адам деп санаймын. Сосын имам Малик оны мешіттен шығарсын деп бұйырады да, бұны мешіттен шығарып жібереді. Содан кейін бұл жерде айту, имам Малик бұл жерде истиуаның мағынасын білмеді деп айту, ол ақмақтық, дұрыс емес ол. Себебі сұрақ қандай болды? Ма ма'на al-истиуа или ма ма'на ар-рахману алал арши става деген сұрақ болмады. Яғни ар-рахман алал арши ставаның мағынасы қандай деген сұрақ болмады. Немесе истиуаның мағынасы қандай деген сұрақ болмады. Сондай сұрақ болды ма? Нағыл деп айтты, ар-рахману алал арши става кайфа става деді. Ар-рахман аршыға көтерілді. Қалай көтерілді? Сұрақ қалай отыр? Сондықтан имам Малик оған қалай деп тұрған кезде ол мағынасын білмей, ол немесе айтпайды, оған жауап бермес еді. Ол айтады, сен бірінші мағынасын біле алайық біз. Мағынасы туралы сұрашы, қалай екенін сұрамай деп та. Ол не айтты? Қалай екенін біздің ақылымыз, және де ол айтып тұр, қалай екенін біздің ақылымыз білмейді деп тұр. Шектеулі ол нәрседен. Ал истиуау минху ғойру мәжхул дейді. Ал оның истиуасы бізге мәжхул емес, бізге белгісіз емес. Яғни белгілі мағынасы, тілдік мағынасы бізге белгілі. Сондықтан оған иман келтіру парыз. Ал кейф туралы сұрау, қалай екенін сұрау, бұл бида деп тұр. Бұл бидағат деп тұр. Түсіндірсіз ба? Сосын әл-кейф ғойру мa'қул деген мағынасы, бауырлар, қараңыз, бұл былай айтады. Адам
бір нәрсенің сипатын, суретін білу үшін ода үш жол бар тек қана. Немесе сол нәрсені көру керек. Мысалы айтса, міне Мұхтасар Улу ли Алил Азим имам Захабидің кітабы бар дейсіз. Бұл сипаты, бұл қара кітап. Мына жерде Захабидің аты тұр, мына жерде несі тұр. Көрсек, біз оны сипаттай аламыз, дұрыс па? Қанша бет екенін біле аламыз, көрсек біле аламыз. Немесе бұл бірінші жол, көру сол нәрсені. Екінші, сол нәрсеге ұқсайтын нәрсені көру. Біздер айтамыз, Захабидің кітабы бар, Ал-Улу ли Алил Ғаффар. Біз оны білмейміз, көрмегенбіз. Бірақ ол мына кітапқа ұқсайды. Фатхул Хамауи қара, алтын жазулармен жазылған, сәл мынадан кішкене үлкенірек. Бірақ осы кітапқа ұқсайды дейтін болсақ, біз оны суреттей аламыз, дұрыс па? Не нәрсе болса, оған ұқсайтын нәрсені болса. Яғни бірінші жол, немесе сол нәрсені өзін көру. Екінші жол, яғни сипаттарын білу үшін. Екінші жол, соған ұқсайтын нәрсені білу. Үшінші жол, бір адам бізге хабар берсе сол туралы. Айтса, пәленше кітап бар, ол кітап мынандай деп хабар айтыр. Және бұл адам шыншыл болу керек, шарты. Енді Алла субханала ва тағала сипаттары туралы осының басқа жол болуы мүмкін емес бір нәрсенің сипатын білу үшін. Енді Алла субханала ва тағалаға осыны салып көрейік. Алла субханала ва тағала сипатын білу үшін көру керек дейтін болсақ, Алла субханала ва тағала біреу көрді ма? Көрмеген. Олай танай алмаймыз. Бұл жолмен танай алмаймыз. Екінші, Алла субханала ва тағала ұқсайтын нәрсені көру керек онда. Бар ма? Көрді ма бір ұқсайтын нәрсе? Ұқсайтын нәрсе жоқ тіпті. Алла субханала ва тағала. Бұл жолда жабық. Алла субханала ва тағала сипаттарын білу үшін. Яғни бұл не деген сөз? Ақылмен біз бұл бапқа кіре алмаймыз, ғайып бабына. Бізде үшінші жол ғана қалады. Не? Шыншылдың хабары қалады. Шыншылдан келген ақпарат қалады. Бізге келді ма шыншылдан келген ақпарат? Кім ол? Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Бізге тек қана соны ғана қабылдау ғана қалады. Болды, қалған жолдар жабық себебі. Қияс, аналогия, бұны ұқсату, бұл қандай, қалай, елестету жоқ. Бізге тек қана хабар бар. Неге елестету пәленше біз көрмедік те, оған ұқсас нәрсені де көрмедік, оған ұқсас нәрсе жоқ. Тек қана бізде шыншылдың хабары бар, шыншылдан келген ақпарат бар. Біз тек қана соны қабылдау керекпіз. Сондықтан имам Малик не деп тұр? Аль-кайфу ғойру маъқул деп тұр. Кайф, ақылмен біз оны айта алмаймыз, Аллахты елестете алмаймыз деп. Бұл имам Малик рахимахуллаху тағала. طيب نعم Абдулла ибн Мубарак рахимахуллаху тағала. Бұл да таби 181 жылғы қайтыс болған. Бұл кісі өзі біз жақтан шыққан. Бұл кісіден сұралады: "Кайфа на'рифу раббана?" Раббымызды қалай танимыз деген кезде, ол айтады: "Фис самаи сабиа аля аршихи." Алейкум салам ва рахматуллах. Алла субханала ва тағала аршының жоғарысында 7 қабат аспан үстінде деп танимыз. "Вала нақулу кама тақулул джахмия. Иннаху хахуна фил ард." Біздер джахмия сияқты айтпаймыз. Джахмия нағыл деп айтады, Алла субханала ва тағала осы жерде деп. Осы жерде деп айтады. Баракаллаху фикум. Яғни себебі джахмия бұлар Аллах бүкіл жерде деп айтқан. Хаммад ибн Зайд аль-Басри рахимахуллаху тағала 179 жылғы қайтыс болған. Бұл кісі айтады: "Иннама ядуруна аля ан яқулу лайса фис самаи илах." Яғни джахмия. Джахмия туралы айтқан кезде, бұлар расында аспанда ешқандай құдай жоқ деп айтқысы келіп тұр деп. Джахмияның сөздері. Қульту имам Захаби рахимахуллаху тағала бұны түсіндірген кезде, имам Захаби 748 жылғы қайтыс болған. Бұл айтады: "Мақалату салаф ва аиммати сунна", яғни бұл асарды түсіндіре отыра айтады: "Мақалату салаф ва аиммати сунна бал вас сахабати валлахи ва расулихи مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن درسمس والصحابة والله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن الله في السماء." Бүкіл сәләфтардың, бүкіл аиммалардың сөзі, және де бұл сахабалардың сөзі, Аллах тағаланың және оның елшісінің және бүкіл момындардың сөзі: "Анна Аллаха фис сама", Аллах аспанда дейді. "Ва анна Аллаха алал арш", Аллах аршының үстінде. "Ва анна Аллаха фауқа самаватихи", және де Аллах аспанның жоғарысында. "Ва аннаху янзилу иля самаи дуния", және де Аллах бірінші аспанға түседі дейді. "Ва худжатухум аля залика ан-нусус вал аthар", бұлардың құжаттары, бұлардың дәлелдері не? Нусустар, яғни аяттар мен хадистер, және де асарлар, яғни аят жаңа хадистер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалардың хадистері. "Ва мақалатул джахмия", ал джахмилердің сөздері Захаби айтады: "Анна Аллаха табарака ва тағала фи джамиил амкина", Алла субхана тағала бүкіл жерде дейді.
Та'аля Аллах ан қаулихи, бәл хуа ма'ана айнама кунна би'илмихи. Жахми айтады, Аллах бүкіл жерде, Аллах бұл сөзден пәк деп тұр. Аллах бізбен бірге ілімімен деп тұр. Қайда болмасақ та, затымен емес, іліммен. Бұл жахмиялардың сөзі. Үшінші сөз келтіреді Захаби. Ва мақалу мутааххирил мутакаллимин, мутакаллимдардың соңғы ұрпақтары дейді. Сол имам Захаби 148 жылға қайтыс болса, сол уақыттың мутакаллимдардың сөзі не дейді? Анналлаха та'аля лейса фис сама. Аллах аспанда емес. Вала алал арш, аршында емес. Вала алас самават. Не? Аспандардан жоғары емес. Вала фил ард, жерде де емес. Вала дахил ал алам, әлемнің ішінде емес. Вала хариж ал алам, әлем сыртында емес. Вала хуа баинун ан халқихи вала муттасилун бихим. Ол өзінің махлуқаттарымен ішінде емес, бірге емес, яғни ішінде емес, не сыртында емес. Олардан бөлек тұрған нәрсе емес деді. Бал хуа маужудун, нал деп айтады. Нам мутас. Ва қалу жамиу хадил ашя сифатул ажсам валлаху та'аля муназзахун анил жисм. Себебі бұл сипаттардың түгелі, іште, сыртта, былай болу, бұл сипаттардың түгелі не дейді? Жисм, яғни тело, денелердің сипаты дейді. Денелердің сипаты деп тұр. Ал Аллах денеден муназзах, пәк деп тұр. Қараңыз, Захаби бұны мутаахир мутакаллимин, мутакаллимдардың соңғы ұрпақтары. Қала лахум ахлу суннати вал асар. Бұларға ахлу сунна мен асар нал деп айтады. Нахну ла нахуду фи залика. Біз бұл нәрселерге кірмейміз деп тұр. Яғни жисм, Ибн Абдул-Бардың сөзін оқыдық, Абу Ханифаны оқыдық. Салафтар Абу Бакр, Умар, Усман, бұлар Алла субхана исламды бұл жолмен танымаған Алла субхана тағала. Яғни харака, сукун, а'рад, жауһар, жисм иля ахири бұл нәрсемен танымаған. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи хабар келді ма, соны қабылдады. Дұрыс па? Сөйтіп оқыдық қой. Осыны айтып тұр. Нахну ла нахуду фи залика. Ахли сунна айтады, біз бұл нәрселерге кіріспейміз. Ва нақулу ма закарнаху иттибаъан линнусус. Біздер айтып жатқан сөздерін түгелі нешін айтып жатырық? Себебі бұл нәрселер Құран мен сүннетте келді деп тұр. Ва ла нақулу биқауликум. Сендердің сөздеріңізді айтпаймыз дейді. Фа инна хази сулуб нуутул ма'дум. Себебі бұл жоққа шығару іште емес, сыртта емес, оң жақта, аспанда емес, жерде емес. Бұл бәріне нуутул ма'дум, жоқ нәрсенің сипаты. Жоқ нәрсені сипаттап берші дейтін болсақ, сол айтамыз. Аспанда емес, жерде емес, әлем ішінде емес, әлем сыртында емес, алда емес, артта емес, солда емес, оңда емес. Дұрыс па? Жоқ нәрсе ол. Түсінді ма? Та'аля Аллаху джалла джалалуху анил адам. Аллах субхана тағала жоқтық сипатынан пәк деп тұр. Бәл хуа маужудун. Аллах бар. Мутамайюзун ан халқихи, өзінің жаратылыстарынан бөлек деп тұр. Маусуфун бима васафа бихи нафсаху, өзі не нәрсемен сипаттаса, сол нәрсемен сипатталады. Мин аннаху фауқал арш, ол өзінің аршының үстінде бела кайф. Және біз оны елестетпейміз деп тұр имам Захаби. Түсінді ма? Себебі бұл кісілер, яғни жаңағыдай Аллах андай сыртта емес, іште емес, жоғарда емес, астында емес дейтін кісілер, бұлар негізінде маъдумды сипаттап тұр, жоқ нәрсені сипаттап тұр. Сондықтан Хаммад ибн Зайдтың сөзінен кейін айтып тұр Захаби. Хаммад ибн Зайдтың ал деп тұр. Ядуруна аля ан яқулу лейса фис самаи илах. Себебі бұлардың ақырғы сөзі аспанда ешқандай құдай жоқ деп айтқысы келді. Түсінді ме? Сондықтан бұлар Алла субхана тағаланы маужудаттарға, яғни себебі бізде нәрселер үш түрі болады. Немесе маужуд бар нәрселер, немесе маъдум нәрселер бар, жоқ нәрселер. Бұлар Алла субхана тағаланы бар нәрселерге ұқсатудан қашып, Алла субхана тағала жоқ нәрсеге ұқсап қойды. Түсіндірсіз ба? Немесе бізде жалпы нәрселер үшке бөлінеді. Тағы да немесе уажиб бар, яғни болу керек, өздігіне болу керек, ол Алла субхана тағала. Болмысы болу керек. Және еш нәрсеге мұқтаж емес, бұл уажиб. Мүмкін, яғни болу мүмкін нәрсе. Яғни ол не деген сөз? Яғни болмай пайда болды. Және де ақыр соңында жоқ болып кететін нәрселер. Мүмкін. Және де мустахил, болу мүмкін емес нәрселер. Үш нәрсе болады. Бұлар Алла субхана тағала уажиб. Ол бәрі философтардың термині. Уажиб деп айтады. Бірақ сондықтан Аллахты мүмкінге ұқсатпау керекпіз дейді. Мүмкінге. Мүмкіндерге ұқсатпау керекпіз. Ал мүмкіндер бізде не? Олар айтады, дахил әлем, анау сипаттар бар деп айтады. Осы мүмкінге ұқсатпаймыз деп Алла субхана тағала мустахилдерге ұқсатып қойды. Болу мүмкін емес нәрсеге. Себебі бір нәрсені елестетіп көріңіз. Әлем ішінде емес, және әлем сыртында емес бір мезетте. Жоғарда емес, астында емес. Оңда емес, солда емес. Алда емес, артта емес, жоғарда емес, астында емес. Елестетіп көріңіз. Мустахил, болу мүмкін емес нәрсе ол.
бұл мүмкін емес. Сондықтан бұларды сәләфтардың алды деп айтқан. Яғни бұлар расында жеті қабат аспанда еш нәрсе жоқ деп айтқысы келіп тұр деп тұр. Шаршадыңдар ма? Бір сағат өтті. Тойып, келесі сабақ қалдырайық. Аллаху алам, саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.